Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің дайындайтын тағамымыз панкейки. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Панкейкиді үйде күнделікті қолданып жүрген қарапайым заттармен жасаймыз. Ол үшін бізге сүт, ұн, жұмыртқа, құмшекер, сары май және де тұз қажет. Ең бірінші кезекте жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Қоспалардың мөлшері нақты түрде описаниеде жазылған. Үстіне құмшекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін үстіне сүтімізді құямыз да араластырамыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Келесі кезекте қопсытқышпен ұнды бөлек осылай араластырып аламыз да, аз-аздан қосып отырып, араластырып тұруымыз керек. Сұйықтығымыз бір келкі болғаннан кейін, үстіне сары майымызды қосамыз да жақсылап араластырамыз. Біздің панкейкиге арналған қоспамыз дайын болды. Мінекей осындай қоюлықта болуы қажет. Келесі кезекте табамызды жақсылап қыздырып алып, қоспамызды осындай шағын мөлшерде құямыз. Панкейкиміздің үсті осылай үрленіп бастайды. Бұл аудару керек дегенді білдіреді. Екінші бетіне аударып, осылай жалғастырып пісіре береміз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай. Мінекей біздің панкейкилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді. Таңғы асқа дайындап жесеңіздер, күні бойы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болуына себепші.